Нағыз ұбт-да келген С деңгейлі есепті бірге талдайық. Осындай қызық есептердің талдауын жіберіп алмас үшін парақшаға тіркеліп қой. 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 кг арбаның артынан массасы 80 кг болатын адам 3 метр секунд жылдамдықпен секіріп мінсе, онда екеуі бірге қозғалатын жылдамдық. Яғни бастапқыда арба В1 жылдамдықпен қозғалып бара жатады, оның артынан В2 жылдамдықпен адам секіріп мінеді. Секіріп мінгеннен кейінгі арба мен адамның В жылдамдығын анықтауымыз қажет. Бұл есеп импульстың сақталу заңы бойынша шығарылады. Яғни соқтығысуға дейінгі импульс соқтығыстан кейінгі импульске тең болады. Соқтығысуға дейін арбаның импульсы М1 В1, адамның импульсы М2 В2. Бұл жерде біз қосу амалын қолданамыз, себебі адам мен арба бір бағытта қозғалып бара жатыр. Ал соқтығысқаннан кейін арба мен адам бірге В жылдамдықпен қозғалады, ал массалары қосылады. Осы жерден В жылдамдықты анықтайтын болсақ, соқтығысқаннан кейінгі бөліміне М1 М2 жазылады, алымына М1 В1 қосу М2 В2. Орындарына мән